Қайырлы күн, оқырмандар. Менің есімім таныстырып өтейін, Нұргожанов Руслан Кокенович, Жоңғар-Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің орманды қорғау және сақтау инженері боламын. Қазақстан Республикасы экология және табиғи ресурстар министрлігінің орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің төрағасының 20 наурыздағы 26 жылдың номер 27-03-76 негізгі құрамға бұйрығын басшылыққа ала отырып, 20 наурызда 26 жылдың Жоңғар-Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи парк бас директорының бұйрығы шықты. Мемлекеттік орман қоры жерлерінде өрт қаупі бар маусым белгілеу туралы. Осыған байланысты 26 наурыздан бастап Жоңғар-Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи парк аумағында өрт қаупі бар маусым басталды. Осыған байланысты біздің күнделікті іс-әрекеттеріміз орман өрттерін алдын алу жөніндегі іс-шаралар ұйымдастыру, орман өрттерін болжау, өзара іс-қимыл алгоритмі бекітілген. Сол бойынша күнделікті іс-әрекет режиміміз жаңағы орман өрттерін алдын алу жөніндегі шараларды ұйымдастыру, орман өрттерді болжау, ормандарды табиғи өрттен қорғау туралы ақпаратты жинау, өңдеу және бөлісу, басқару органдар мен күштердің іс-қимылдарын жоспарлау, табиғи өрттерге ден қою кезінде олардың қызметін дайындау мен қамтамасыз етуді ұйымдастыру, орман өрттерін сөндіру бойынша іс-қимыл жоспарын әзірлеу, орман өрттерін сөндіруге ден қою жөніндегі уәкілетті органдар мен оқу-жаттығулар өткізу және оған қатысу, орман өрттерін және олардың салдыру сөндіру үшін материалдық ресурстан резерв құру, орналастыру, сақтау және толықтыру. Қазіргі уақытта өрт сыныбын санап, күнде қандай өрт сыныбының көрсеткішін анықтап, сол бойынша жұмыс істейміз. Жоғарғы сынып өрт қауіптілігі басталған кезде, жаңағы 4-5 класс болған кезде, халық пен ұйымдардың орман алқаптарына кіруін шектейміз. Өрттерді ерте анықтау және бақылау мұңаралары жүйесі арқылы мемлекеттік орман қоры аумағында өрт жағдайын бақылаймыз. Жаңағы авиациялық пилотсыз ұшу ақпараттарын қолданып қосалғанда патрульдік жұмыстарын жүргіземіз, бақылап. Ықтимал өрттерге ден қою жоспарларын пысықтаймыз. Ағымдағы ауа райы жағдайлары өрт қауіптілігі класы негізінде өрттердің ықтимал пайда болуын күнделікті болжамын әзірлеу. Қалыптасқан жедел жағдайды негізінде ала отырып, төтенше жағдай аймақтарын шұғыл ғарыштық түсіруге қағаз жеткізгіштегі ғарыштық түсірілім өтінім жолдаймыз. Жаңағы бізде ғарыш деген приложение бар, сол бойынша күнделікті бақылап, көріп, қай жерден термоточкалар шығады, соны анықтап бақылаудамыз. Қазақстан Республикасы Қазгидромет республикалық мемлекеттік мен бірлесіп күн сайын Форест ғарыш геопорталымен интеграциялау жолымен өрт қауіптілігі дәрежесі және өрт қауіптілігі сыныбын ұсынамыз. Қазгидрометпен күнделікті ауа райы туралы ақпарат алып отырамыз. Өзіміздің жаңағы алгоритм бойынша, бірлескен бұйрық бойынша өрт анықталған кезде карта схемаларымыз, оповещенияларымыз бекітілді. Сол бойынша жұмыс істейміз. Жаңағы бұйрықты
басшылыққа ала отырып, біздегі қазіргі уақытта жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, халықпен, мемлекеттік орман қоры жерлерінде іргелес әртүрлі ұйымдармен және мекемелермен орман өрттерін таралуына жол бермеу үшін өрттің алдын алу, сондай-ақ табиғатқа жаңашырлықпен қарау бойынша түсіндіру жұмыстары күшейтілуде. Шаруа қожалықтар және өзгеге ауыл шаруашылық ұйымдарымен орман қорына іргелес ауыл шаруашылық егістерінің шөптесін өсімдіктерді жағуға тыйым салынуда. Егер жаңа шөбі жағу жағдайлары болса, бізді және төтенше жағдай бөлімдерін ескертіп, бақылауға алынып өтінеді. Шаруа қожалықтардың жаңа іс-шаралары бізге айтуларыңыз жөн. Сондай жоспарлап отырсаңыздар. Орман өрттерін шығу фактілері бойынша тез ара іс-қимыл әрекетін жасау, оповещение беру дұрыс, бәрі бекітілген схемалары. Және кезекшілік ұйымдастырылды филиалдарда, өзіміздің орталық басқармамызда. Кезекшілердің телефон номерлері көрсетілген жауапты қызметкерлердің кестеде бекітіліп көрсетілді. Жаңағы Қазақстан Республикасы орман қоры аумағында ірі орман өрттері туралы жедел хабарландыру схемасы бекітілді. Жаңағы мемлекеттік инспекторлар парақ таратып, жергілікті жаңағы көршілес біздің аумаққа орналасқан қожалықтармен, ұйымдармен бірлесіп, соларға түсініктеме жұмыстар жүргізіліп, сондай жұмыстар жүргізілуде. Қазіргі уақытта бізде 88 радио байланыс түріміз бар. Оның ішінде стационарлық, автомобильдік, жаңағы тасымалы радиостанциялардың бәрі жұмыс істелуде. Қазіргі таңда жер кепкен кезде өзіміз бір төтенше жағдай бөлімдерімен бірлесіп оқу жаттығу өткіземіз. Тактикалық жаңағы өрт сөндіру бойынша. Парақтар туралы айтылды. Жаңағы сұрақтарыңыз болса, жолдай отырыңыздар. Жаңағы Жоңғарлатау мемлекеттік ұлттық табиғи парк аумағында өрт қаупі бар маусым кезеңінде жаңағы Казавия охранамен де бірлесіп жоспар бекітілген. Өзіміздегі ұзақ мерзімді пайдаланушылармен де жоспар белгіленіп, олармен де түсініктіру жұмыстары жүргізілуде. Норма мен нормативке сәйкес алдында бізде тексеріс жүргізілді дайындығымыз туралы. Норма мен нормативке сәйкес 3 орман өрт сөндіру станциясын толықтырылды. Техникамен және өрт сөндіру құралдар саймандармен. Телефондар, жаңағы диспетчерлік телефондардың бәрі
бекітіліп, схема көрсетілді. Жұмыстар ұйымдастырылып жүргізілді, бақылап. Сұрақтарыңыз болса, айта отырыңыздар. Жұмыстар жүргізілуде. Өрт қаупі бар маусым кезінде